Сәлеметсіздер ме? Бізде бүгін тегін топ видео түсіруге арналған және видео монтаждауға қажетті қосымшалар. Сіз білмеуіңіз мүмкін, приложениелерді ғана қостым. Бізде бірінші видео түсіретін камера керек болуы мүмкін. Мотив видео деген приложение бар. Мотив видеоның обычный, стандартный камерадан өзгешелігі аудиоға настройка жасауға болады, және внешний микрофонға усилениені мысалы компьютердегідей настройка етуге болады. Мотив видеоға кіреміз. Кіргеннен кейін настройкалары жерден аудио форматы өзгертуге болады. Wave-ға қоя аламыз, ең бастысы. Wave-тің бір жақсы жері форматтың ешқандай дауыстың сапасы жазылған қалпында өзгеріс қалады. Жерден качествосын өзгертуге болады. Жерден видеоның качествосын өзгертуге болады. Мұнда микрофон, мысалы внешний микрофонның компьютер секілді тоже настройка етуге болады. Мұнда сетка қоя аламыз, обычный камера секілді. Сосын баланс жасауға болады, мысалы. Әсіресе штативпен түсірген кезде, мысалы, блок бірдеңе. Штатив қойған кезде настройка етіп салып қойып алса болады, текстікті дұрыстап. Бізде екінші приложение, стабилизация жасауға арналған приложение. Приложениенің аты Emulsy деп аталады. Енді стабилизация қазір капкаттардың ішінде де бар, мысалы. Енді Emulsy'ны байқап көрсеңіздер болады. Ползунога стабилизацияның уровенін қойға болады, бірақ көтерген сайын видеоның жан-жағы кесіледі. Сол кесілу арқылы стабилизация жасайды видеоға. Мына жерден қарап отырсаңыз болады, мысалы, басып қойып. Былай қойып алсаңыз да болады, өзгертсеңіз видеоны, мысалы, қарауға болады. Мысалы, өзгеріс бар. Мұнда жаңағыдай өстері, нелерін настройка етуге болады түрлі. Мына жерден, мысалы, стабилизацияның профилін өзгертуге болады. Мысалы, киношный стандартный болады. Мынаны басасыз да, мына жерден тип файл қоясыз, мысалы. Качество видео қоясыз. ISO қоюға болады, мысалы. Битрейт өзгертіп қоюға болады мына жерден. Өзгертіп. Аудионың несін қоюға болады, мысалы, 320 мына жерден. Өзіңіз таңдап. Экспорт басасыз. Бізде келесі қосымшаның аты Voice Recorder деп аталады. Өздеріңіз атынан біліп тұрғандай, дауыс жазуға арналған приложение. Камера секілді тоже встроенный диктофондар. Тоже ешқандай настройка жасауға келмейді. Мысалы, iPhone-да тіпті вообще ешқандай кнопка жоқ, артық запистен басқа. Жақсы, жаман-жаман деп айта алмаймын, бірақ Voice Recorder'де более расширенный несі настройкасы. Ректі басқаннан кейін, мына жерден качество болады, мысалы. Өзіңіздің мақсатыңызға байланысты, орташа, жоғары. Мұнда информация бар, свой сведениесі бар, мысалы, әрбірінен профилдің. Advanced басқан кезде өзіңіз ручной настройка етуге болады. MP3, Wave бар тоже мына жерде. Мұнда качествосын өзгертуге болады. Мына жерден битрейт қойға болады. Мына жерден битін өзгертуге болады. Мына жерден качествосын қойға болады, мысалы. Максимум, мысалы, тұр мына жерде. Мына жерден қарауға болады, мысалы. 1 минутта қанша мегабайт болып шығады. Сосын ректі басасыз. Мына жерден тағы да өзгеріс жасауға болады. Ректі басқан екен, мысалы. Месси сыржыға ауысты. Роналду өзінің болашағы туралы қаңқу сөздерге риза емес. Мысалы ретінде айтып отырған сөз ғой. Мұнда, мысалы, функциялар бар, мысалы, тұрады. Оны настройка етуге болады мына жерден. 390 басып, мысалы, өзіңіз алатын алып тастап, қосатын қосып, сосын қайтадан птичканы басасыз. Мына ойнату, ректі басасыз. Ректі басқан екен, мысалы. Жерден почтаға жіберсеңіз болады, SMS арқылы жіберсеңіз болады. Фото альбомға сақталуға болады, мысалы, сейфті басасыз. Форматын таңдайсыз, видеоға сақтап береді. Жерде, мысалы, есін таңдауға болады. Окей. Одан кейін iCloud-қа сақтауға болады. Өзгертесіз да не?
да мысалы обрезка жасауға болады, көшірмесін жасауға болады, өшіруге болады, информациясын қарауға болады жазылған аудионың. Мына жеріне эффект қойсаңыз болады. Wi-Fi downloadты басып, интернетке кіріп, мысалы IP адрес жазып, жаңа жерге ақпарат жазып, осы жерден қарап лақтырып алсаңыз болады. Одан кейін бізде төртінші приложение Lexis Audio Editor деп аталады, дауыс өңдеуге арналған. Компьютерге салып, обработка жасап, мысалы жүруге кейде уақыт болмайды, сондай кезде шешім болатын әдемі приложение. Мысалы ұнамауы мүмкін сізге өзіңіздің жазған источнигіңіз. Соны өзгертуге, кішкене эффект қосуға, нормализация жасауға, шумын алуға қажетті болатын приложениенің бірі. Жазылған жаңа немізді алып барайық. Егер паузада тұрса, онда эффекті қойылмайды. Бассаңыз мысалы. Стоп қою керек, сосын барып эффекті басып, мысалы. Компрессор қойып. Мына жерде настроен қарап алсаңыздар болады. Қалай қоюға болады. Скриншот жасап. Одан кейін эффект, тағы да эквалайзер қойсаңыз болады, мысалы. Сейвті басып, мына жерде жазасыз, өзіңіз нені жазып, сосын MP форматындайсыз мына жерден тоже. Сосын мына жерден iCloud-қа сақтауға болады. Обзор. Өзіңіз таңдайсыз, загрузканы переместейді. Болды. Соңғы приложениенің аты Media Converter деп аталады. Менде болды бір мәселе, видеодағы дауысқа обработка жасау керек болды. Видеодағы дауыс маған ұнамады. Конвертер таптым, енді видеоны неге айналдыратын, дауысқа айналдыратын MP3-ға. Бірақ качествоны біле алмайсың ол жерде. Мысалы, более расширение функцияны істеу үшін сатып алу, сонысын атты. Ал медиа конвертердің бір жақсы жері, сол функциялардың бәрі ол жерде тегін қолдануға болады. Плюс басасыз, плюс басқаннан кейін фотография библиотека деген басасыз. Одан кейін өзіңіздің керек видеоны таңдайсыз, сосын аласыз да. Үстінен басқаннан кейін извлечь аудионы басасыз. Сосын мына жерден тоже көптеген настройкалар бар. Мына жерден формат қоюға болады. MP3 болсын жарайды. Мына жерден диапазон таңдауға болады. Аудиоканал, качество выборка. Мына жерден мысалы 320-ға дейін бар. Начать конвертацияны басасыз, басқаннан кейін міне конвертация жасалды. Осы жерден басып барып, мына жерден посадқа барсаңыз, Wave MP3-дің айырмашылығын көруге болады. Осы жерден извлечь аудио, мына жерден MP3 таңдайық. Мына жерден бірдей манағы секілді 4000, мына жерде 320. Екеуінің айырмашылығы MP3 1:1, Wave 4-7 мегабайт болып шықты. Бүгін сізге ұсынған 5 приложение осындай болды. Қолданып көріңіздер.